Аударып дыбыстаған аяулым емес. Мен мектептің атаманы болдым. Бәрінің көңілін өзіме қаратқанды жақсы көрдім. Және де достармен өте көңілді уақыт өткізетінмін. Және де біз ыңғайсыз жағдайға тап болатынбыз. Мен Лондонда туылдым. Және де көлік құжатын бұяқта 16 жастан береді, ал біз 14-теміз. Мен досым ата-анасының көлігін алып айдауды шешті. Ата-анамыз тойға кетті. Бұл қолайлы сәт. Мен досым кілтті алды. Және олар кеткен соң біз көлікке отырып машинаны айдады. Яғни менің досым. Және мен оларға қорқынышымды сездірмедім. Және мен бұл көлікті тоқтатқым келді. Бірақ тоқтата алмаймын. Достарыма өтірік күліп отырдым. Музыканы қатты қойды. Билеп отырдық. Жылдамдық күшейе түсті. Біз өзіміздің сыныптасымызды көрдік. Және менің досым оған күнде тиісетін. Және де ол көліктен терезесінен айқайлады. Сөйтіп тепе-теңдікті жоғалтты. Және біз соғыстық. Өте қатты дауыс шықты. Және біз көлікте отырғанымызда аман болдық. Және машина күл-талқаны шықты. Біз шошыдық. Және ата-анамыз сол көлік соғысқан жердегі тойханада болыпты. Бізге бір түрлі қарады. Және де көліктің иесі де шықты. Ол жынданды. Менің ата-анам өте көңілсіз болды. Және достарымның да. Ата-анамыз оларды көндіруге тырысты. Мен өзімді бір түрлі сезіндім. Бұлай істемеуім керек еді. Туысқандарымыз бір түрлі қарады. Және де ол көлікте адам болмағаны жақсы болды. 3 нәрсені үйрендік осы істен. Ол бірінші. Өзіміздің қателігіміз үшін бір адам емес, бірнеше адам қауіпке түседі. Және де осы кісіде. Мен осы ісім үшін өкіндім. Бұл машинада адам болмады. Және де жанында балалар ойнамағаны жақсы болды. Және де ол кісі қатты мұңайды. Екінші, біз өз досымызды таңдауымыз керек. Және де жаман емес, жақсы. Мен өте жаман достар таңдаппын. Мен достарым ол балаға күнде тиісетін. Және де бұл ісім менің дұрыс емес. Мен өтірік күлетінмін. Мен осы баланы аядым. Және де өз ойымыз бізге басқа нәрсе айтқысы келеді. Біз соны тыңдауымыз керек. Және де өз жүрегіміз бен ойымызды тыңдауымыз керек. Ол балалар өз жаман істерін маған жаба салатын. Және мен оны сезіп кетіп қалдым. Мен бұны баяғыда істеуім керек еді. Үшінші, біз өзіміз қуанғанмен басқа адамдарға зиян келтіреміз. Тура жаңағы болған оқиғадай. Біз осы заттарды дұрыс қолдануымыз керек. Және де мен бұл балалардың арасынан ертерек кеткенім дұрыс болды. Және мен ол баламен өте көп уақыт өткіздім. Және дос болдым. Мәңгілік досқа айналдық.